Назарларыңызға ерекше ыстық тағам ұсынғым келіп тұр. Қытайдың атақты бао бөлішкелері. Балаларға қатты ұнады. Достар, видеоны лайк басып қолдап жіберсеңіздер, көбірек жаңа рецептер шығуына себеп болар еді. Бірінші қамырын жасап алайық. Ол үшін чашаға жылы су құямыз. Сүт, қант, тұз, ашытқы, шемішке май, ұн қосып илеп аламыз. Тесто режимі 3 минут. Қамырымыз жұмсақ болу үшін екінші минутында бөлме температурасындағы сармай қосып жүрсек болады. Қамырымыз дайын болды. Оны видеодағыдай төмен қарай түсіріп, пакетке салып демалдыруға жібереміз. Қамыр демалып жатқан кезде чашаны бір жуып алсақ болады. Термомикс чашасы өзін-өзі жуады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші етті, майды құйып чашаға қуырамыз. Режим высокая температураға апарып 7,5 минуттай қуырамыз. Су қосып, әрі қарай 15 минут жай ғана тушенияға қоямыз. Ет қуырылып атқан кезде қамырды жайып, формалар жасай беруге болады. Кесемен, я болмаса кез келген формамен домалақ формалар жасап аламыз. 10-12 сантиметр диаметрі болатындай. Бөлішкелерді майлаймыз. Тағы да 10-15 минут көтерілуге қалдырамыз. Осы уақытта начинкамызды дайындай береміз. Әрі қарай ол үшін жуа, сарымсақ, бағанағы дайындап қойған көкөністерді, ол сәбіз, бұрыш, және де оларға дәмдеуіштер тұз, бұрыш, паприка, соя тұздығын қойып, «7 минут 95 градус бірінші жылдамдықта қуырамыз. Дайын болған начинканы басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Енді варомаларға дайын болған қамырымызды 2 бүктеп саламыз. Чашаға су құюды ұмытып кетпеңіздер. Шамамен 1 литр су кетеді. Сосын 25 минут варома бірінші жылдамдыққа қойып дайындаймыз. Бао бөлішкелері дайын болды. Міне осылай оңай да жеңіл кешкі ас дайындай аламыз, достар. Кәрістің пигудияларына ұқсайтын бұл тағам біздің жанұяға қатты ұнады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де комментарийға жаза кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.